реніш кекті сақтап, өз-өзін жек көріп, қасындағы адамдарға күліп жүріп, іштей оны жек көріп, осылай жүріп, ішіндегі жаңағы ойлары мен дертімен ол өз-өзін ауру қылады, оның бауырынан шығады. Жаңа бауыры ауыратын адамдардың оның психосоматикасы, ол адамдар өздері жақсы өмір сүре алмайды. Өйткені қорқыныш көп адамдар жоғалтып алудан қорқады, бір затын жоғалтып алудан қорқады. Сол қорқыныштың артында ол уже гиперопека болады. Жаңа баласын опекать етеді, күйеуін уайымдайды, балаларын уайымдайды. Сөйтіп жүріп сол күйік, ашу, реніш, кек соның барлығын ішіне сақтап, сол бауырға жинайды. Бауыр бір қор сияқты ғой. Сонда жинап, содан кейін ол бір фильтр ғой негізі. Иә, бір сондай бір резервуар жаңа ішіне жиналады. Адам өзі де бір еркін өмір сүре алмайды, өзіне бір рұқсат бере алмайды қателесуге. Басқа адамдар қателессе, сол адамдарды қатты құнсыздандырып жібереді. Прямо соны контроль ұстап отыру керек, ана адам қателесіп қалмау керек, өйткені мен кінәлі болып қаламын. Ана адам қателессе, ертең мен жаман болып қаламын. Сөйтіп өз өмір сүре алмағаннан кейін, оның айналасындағы адамдардың барлығын сондай қылып жібереді жаңағыдай. Грубо айтқанда, барлығы өз ойы жоқ, өзінің бір шешімі жоқ, сондай балдар болып өседі. Өйткені оған мүмкіндік бермейді ол адамдар. Подавлять ете береді. Подавлять етеді. Сол сөйтіп жүріп ол өзінің бауырын ірітіп алады, қасындағы адамдардың соның почвасында